Ассаламуалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қадірменді қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Қазіргі індетке байланысты мынандай бір ақпараттар қазір WhatsApp бүкіл әлеуметтік желісінде жүріп жатыр. Сумах деген біреу түсінде аян көріпті мыс осындай нәрсені, содан типа коронавирустан бір ем табатын сияқты деп айтылады. Мынандай бір нәрсе бар ағайын. Бір нәрсені өзі саралаған кезде адам ақылына жүгіну керек, одан кейін ең әуелі Құран мен сүннетке жүгіну керек, ең әуелі. Біз білеміз, жалпы ғалымдар айтады, түс бұл бізге әмір бола алмайды. Түс еш уақытта мұсылман адамға әмір бола алмайды. Егер де ол әмір болатын болса түс, онда ол уахи болып кетеді. Ал уахи тек қана пайғамбарларға келген. Мысалы, Ибрахим алейхиссаламға түсінде баласын құрбандыққа шалып жатқан сияқты, сөйтіп баласын құрбандыққа шалам деп, кейін Алла тағала оның әмірін орындаймын деген кезде қошқарды түсіреді. Білесіздер ол оқиғаны, тарихта келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам түсінде кейбір нәрселерді көрген. Сол сияқты түс егер де әмір болатын болса, ол тек қана пайғамбарларға әмір болады. Қарапайым біз сияқты адамдарға түс еш уақытта әмір бола алмайды. Осыны түсініңіздер. Бұл шариғат ағайын. Осыны түсіну керек. Ақ пен қараны ажырату деген осы. Егер де біз түсімізде бір нәрсені көргеннен кейін осындай нәрсе бізге әмір етілді деп айтылатын болса, онда біз оған сенбейміз. Тіпті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам келіп бізге әмір етсе де, бұл әмір орындалмайды, өйткені бізге уақи келуі мүмкін емес. Бұл кісілер пайғамбарымызды көрді, тағы да басқа пайғамбарды көрді, біреулер жазып жатыр Иса пайғамбарды көрді деп айтылады. Оның бәрі Алла біледі. Кімді көрді олар? Тағы да айта кетейін, оның алдында да айтқан пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламды шынайы көрем десеңіздер, көру үшін толық бүкіл бейнесінде қалай ол суреттелді, солай көру керек. Хадистерде келеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам суреттеп. Егер де пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам адамға сақалсыз келетін болса, оны мен айтып жатқан жоқпын, оны ғалымдар айтады. Ол пайғамбар емес дейді, өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сақалсыз болу мүмкін емес дейді. Сол сияқты мен пайғамбардың қолын көрдім деп айту, бұл пайғамбардың қолы емес. Пайғамбарды саллаллаху алейхи уассалам көру үшін оның бастан аяқ толыққанды өмірдегідей қалай көрсеңіз, солай көру, қалай суреттелді, солай көру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мені көрсеңдер, мен ол шынайы менмін, шайтан менің кейпімде келмейді дейді. Тіпті пайғамбар келіп әмір ететін болса, ол жеке адамның басына ғана болуы мүмкін дейді ғалымдар. Бірақ жаппай халыққа ол әмір болмайды, өйткені ол уахи болып кетеді. Уахи тек қана пайғамбарларға келеді. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қайтыс болды, ең соңғы пайғамбар. Енді одан кейін пайғамбар болмайды. Осыны түсініңіздер ағайын. Сол себепті сумах деген нәрселерге, өткенде кірпік деген сияқты мәселелерге сенбеңіздер. Қазіргі медицинаға сеніңіздер одан да. Немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады, егерде сақтанам десеңіздер, Фалақ Нас сүресі бізге жеткілікті. Біз жатарда Ихлас, Фалақ Нас сүресін 3 қайтара оқып, денемізді сипап жатамыз. Сол сияқты балаларыңызды далаға шығарған кезде, өздеріңіз шығып бара жатқан кезде, Ихлас, Фалақ Нас сүресін 3 қайтара оқып, денеңізді сипап, далаға шықсаңыздар болады. Балаларыңызды сөйтіп дем салып шығарыңыздар. Бірақ бағанағы нәрселерге, сумақ деп, тағы да басқа болмайтын нәрселерге сене бермеңіздер. Мұсылман болсаңыздар, осындай нәрселерді жасамаңыздар Құдай үшін. Тек қана Құран мен сүннеттен келген амалдарды жасаңыздар, және де медицина не деп жатыр, соған амал етсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Аман болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.